сөйлесіп неге жақынырақ отырсаңызшы. Бастықтардың бәрін тыңдап, бұрынғы бастықтан өзін тыңдайық, өзіңді таныстайық деп отыр. сен жақсы танысып Басқамыз танымаймыз. 25 мектеп неге аралас, қалай араласты деп болды. Басында сіз халыққа айтқанда сол мәселе. Ол мектепке басында біз мұғалім оқушылар тізімделсін деп мектептерге хабарлама бергенбіз. Бүкіл қала мектептеріне, жақын тұратын ауыл мектептеріне дайындап оқушылар тізімделсін деп. Соның арасында Камнур ағаның инициативасымен бұл кісі өзінің тіл орталығы ма қай жерінде білмеймін, бірақ әкімшілікте емес, ешқандай мектепте емес, өзінің бір оқушысын отырғызып 917 ма 817 ма 889. маған берген 17-сі бар артында. 917 дейші. 917 баланың тізімі дайын деді. Соның арасында мен пресс-конференция ұйымдастырдым да, сауалнамаға жауап беру мақсатында. Мұншама бала тіркелуіне байланысты деген сондай оймен айттым. Мектепті біз қазақша тіркеп қойдық, мектеп қазақ тілінде болады дедік, осы кісінің берген тізіміне нақтыландық. Бірақ та бұл кісі өзін жасаған тізімін мектептерден жинаған. Яков ата-аналардың тізімделген. Мектепте отырған кішкене тұра тұрғы сөзді бөлмей. Сіз сөйлегенде мен де бөлмеймін. Келістік па? Мектепке тізім апарып берген, бұл кісі бір қыздан беріп жіберген, білмеймін қандай қыз екен. Сол жерде жаңа 917, артында 17-сі бар. 900 точно бар. Сол баланың тізімін беріп жіберген. Содан кейін мен кімдерге айттым? Сол жерде тұрған жүргізушіге. Келген балалардың сол тізіммен қабылдауға хақыларыңыз жоқ, ол заңға қайшы. Ол тізімделу бір бөлік, ата-ана өзге өтініш жазуы бір бөлік. Өйткені өтінішті сырттан жазып жіберуі мүмкін. Содан ата-аналар өздері келіп тіркелсін, әңгіме жоқ, түгел келсін, біз мектепте қазақша тіркеп жатырмыз. Тіркеу жұмыстары жүріп жатты. Мектепке сол 917 баладан 71 бала келді. 840 бала жоқ. Соның арасында облыста, как раз облыста не болды? Сіз өзіңіз маған хабарласқансыз, білем, Талдықорғанда жүрсіз, маған телефон соғып едіңіз ғой. Содан сіз айттыңыз, қарындасым, мектепті қазақша жасайын дедіңіз. Содан аға, қолыңыздан келсе, бүкіл қазақ баласын қазақша оқытсын дедім. Сонда орыс класында ешқандай қажеттілік болмайды дедім. Орыс класындағы балалар менің жеке балаларым емес қой. Тура сол жерде отырған қарагөз қазақтың балалары. Сіз тіл орталығында бізден де құзырыңыз жоғарырақ тіл жағынан келген кезде сол саясатты жүргізіңізде бүкіл қазақ баласын қазақша оқытсын. Талғар қаласындағы бүкіл орыстың бәрін жауып тастайық дедім. Аға, ой қарындасым, саған сөйлегеніміз ой жүрді ешқандай прям осыдан әңгіме туған жоқ. Сондай әңгіме жарайды болыпты деді да, бұл кісі қоя салды телефонды. Содан бір жиналысқа барғанбыз, бір неде Талдықорғандағы ана бер жағындағы театрдың несіне жиналысқа барып жүрдік қой. Сол жерге жиналысқа кірдім. Қонаев емес, ол кезде Талдықорған, ол 19 жылғы әңгіме ғой. Содан жиналысқа кіріп едім, бір уақытта қайда деп шорып құрап ана жерде мені іздеп кетті бәрі. Бүкіл облыстың басшылары жиналыста отыр, бүкіл зал толған адам мені шақырып алды сыртқа. Содан кейін мен сыртқа шықтым, не жағдай? Ол кезде бұл кісі емес, облыстағы басшы қазіргі емес, Сүлейменова, Жаңыл Магданова. Шығын сыртқа, не жағдай деп едім, қазақ мектебі деп не деп шұрқыратып жүрсің, ана жақта бүкіл орыс көтеріліп жатыр деді маған. Содан кейін білмеймін дедім, маған ешқандай орыс келген жоқ, мен берген себебім өйткені мынандай жұмыс жүріп жатыр дедім. Жарайды, сөйтсем мына жаққа орыс класының ата-аналары хабарласқанда, ол мектепті басынан қанша әкім келді, сол мектепке ақша сұраған кезде, ол жерде ешқандай тығып бөгетін ештеңесі жоқ. Ол мектепті салатын кезде 3 ауысымды жою мақсатында деп қаражат бөлдіреміз. Солай десек ақша тезірек бөлінеді, салдырамыз. Өйткені Талғар қаласында енді шындық керек, орыс сыныбындағы балалар 2 есе артық қазақ сыныбына қарағанда деп. Өйткені білесіздер, Талғар қаласында өзде 9 мектеп болды, қазір мынамен 10 мектеп болды ғой. 9 мектептің ішіндегі 3 аралас мектеп болды. Аралас мектеп 5 аралас болды. Араластың ішіндегі бүкіл аралас мектептердің 2 орыс, 2 қазақ, 5 қазақ. Орыс аралас дұрыс. Орыс сыныптарындағы балалардың саны көп. Ұлттық жағынан да талдадық. Ұлттық жағынан қазақ па, орыс па, жоқ аралас ұйғыр ма, басқа ма? Сол кезде шынымен қара көзді балалардың бәрі қазақ орыс сыныбында болды. Содан қайта жаңа оралатын болсам, маған облыста ана жаққа сен неге алдын ала өйтіп айтасың? Егер ол мектеп салынып жатса, 3 ауысымды жою мақсатында салынып жатса, егер ол сыныпқа, ол мектепке қазір орыс сыныптарында балалар барамыз деп отырса, сол осы әкімшіліктің жоғары жағындағы мектеп орналасқан үйлердің балалары деді. Содан айттым, маған көмектесіп жатыр ана жақта. Ата-аналардың тізімдері жасалып жатыр дедім. Сөйтіп едім, жарайды жақсы, бірақ та дұрыс болмаған анауың деді. Жарайды деді, артын күтейік дедім, артын күтейік.
ата-аналар келсін. Жаңа 9-17 бала келсе 1200 орындық бала ар жағына неге толмасқа? Қазақ мектебі бойынша тұра берсін деді. Одан жиналыстан мен кеттім, содан жаңа бүкіл әңгіменің бәрі басталды. Шынымен ол неге ол әңгіме қозғалған мен талдауға кеткен кезде? Мен кеттім, осы жақта мен кетсем де басқа елдер қалды ғой, осы әкімшілік қызметкерлері. Ата-аналар, орыс сыныптардың ата-аналар хабарласқанда, егер ана мектепті аралас ашпасаңдар, онда неменеге кезінде әлгі орыс сыныптарының балалары көп деп соншама жарыс алдыңдар. Білесіңдер, статистика солай екен. А неге оған көздеріңді жұмып тек қана қазақ деп? Сендердікі бұл баланың құқығын таптау. Бала өзі біледі, мейлі ата-ана мың жерден таңдасын, әлгі бала өзі біледі қай тілде оқитынын. Қазір ешқандай конституциялық құқық балаға берілген ғой, ол қай тілде оқиды, қалай тіпті ағылшын тіліне барып оқиды деген сондай мақсатта жаңағы мен мектепті дегенмен де қазақша тіркеп қойдым. Егер орыс сыныптарына бала толып кетсе, ол қайтадан тіркеу өткізу заңға қайшы емес ешқандай да. Тіркеп қойдым, өйткені жоқ, ондай мәселе туындамайды. Ол артық сұрақ. Бұл жерде біз ондай деңгейге жеткен жоқпыз ағылшынша оқиды. Мүмкін жекеменшік мектепте оқытатын шығар мүмкін ағылшынша. Үш ауысымды оқытуды жою мақсатынан дедіңіз ғой. Ол үш ауысымды қай тілдегі сыныптарда? Орыс сыныптар үш ауысымда оқып жатыр ма сонда? Орыс аралас мектеп. Аралас мектеп дегеніміз қазақша, орысша оқытатын. Талғар қаласындағы, мен қолымда қазір мен білмедім не мақсатпен шақырған. Айналып өзім жұмыста едім. Тез келе қалды келген, ол цифрамен қолымда да жоқ. Компьютерда болған, енді оны егер көтерсек табатын едім. Мен қолымда ондай цифра жоқ, маған қажеттілігі жоқ оның. Тура қазіргі кезде. Бірақ та менің нақты білетінім, тура сол жерде Талғар қаласындағы 3-ші мектеп таза орыс мектебі, ол жерден дауысамыз деген ата-аналар көп болды. Жарайды, оны былай қойып қояйық. 4-ші мектеп орысша, одан кебейді, ол тақырып қозғасақ та болады. 5-ші мектеп, 6-ші мектеп, 8-ші мектеп, облыстық қоғамында ол Талғар қаласында орналасқан мектеп және 1-ші мектеп. Бізде статистикада бүкіл НОБД деген база бар. Национальная образовательная база данных дейді, НОБД білесіздер. Оны бүкіл министрлікке көрініп отырған база, оны ешкім оны кез келген адам, доступы бар адам көре алады. Ашып көре алады, ашық ол. Сол базаға кіріп қараған адам көретін еді. Талғар қаласында сол кезге, сол 19 жылы 3 мектеп болды, өтірік айтпасам. 1-ші мектеп. Соның ішінде 1-ші мектеп болды. 1-ші мектеп орысша, қазақша оқытатын. Оған қосымша айта кететін статистика бар, ол жаңағы 5-ші мектеп Талғар қаласында 5 емес, 6-ші мектеп қазақша, орысша оқытатын. Ол жерде де орыс, мен есімде қазір 600 бала қазақ сыныптарында, нақты есімде, 948 бала болған орыс сыныптарында болды. Ұлттық жағынан қарасақ, тағы да қарагөз қазақтарымыз отыр ол жерде. Енді уже сен қазақ екенсің, сен орысша оқытпаймын, сен қазаққа бар деп айтамайды ғой. Ата-ана өзі біледі ғой бұл жерде. Бұл жерде енді қарасаңыздар, қазақшалағанда бонсы жерден пышақ ұру ғой. Ол жерде мысалға мен ата-анамын қазір. Мен көп балалы анамын, мен ата-анамын. Мен балаларым қазақша оқиды. Ол мектепті орысшалағана маған пайда жоқ, маған керек не оның. Мен балаларым 2-ші мектепте оқиды. Мен оларға айттым, ана 25-ші мектепке ауысасыңдар ма, керемет жаңа мектеп ашылып жатыр. Бізге 2-ші мектепте қанша оқушы оқып жатыр? Мен 2-ші мектепте? 2-ші мектептің қатысына. Сіз балалар, мен жеке өз балаларымды айтып отырмын. Сіз айтсыз ғой, балаларым 2-ші мектепте оқып жатыр. Менің өз балаларым 2-ші мектепте оқиды. Ол мектепте қанша оқушы оқып жатыр? Ол мектепте қазір соңғы санын білмеймін, 2000-нан аса болу керек. Неше оқушыға арналған ол мектеп? Ол мектеп жоқ, 900 орындық. 600 орындық. 600 орындық. 2-ші мектеп 600 жоқ, орындық. мәселе ода емес. Енді былай, тоқтаңыз, ең қызыққа келдік. Тоқтаңыз. Орыс мектептерін ғана айтасыз. Тоқтаңыз енді, мен қазақты да айтамын қазір, асықпаңыз. Қазір айтамын, 2-ші мектеп туралы айтамын қазір. 2-ші мектеп, енді басында айттым ғой, мен сіздер жаңа егер естіп отырсаңыздар, естеріңізде болса, мен айттым. Бүкіл мектептерге хабарлама беріңіздер, балалар өтініш берсін дедік. Хабарлама бердік. Сөйтіп едік. 2-ші мектепте де бүкіл хабарлама бердік. Сонда бізге 7-ші мектепте, мен қазір ол бір компьютерда бар еді, бірақ өзіме шығарып алмадым оны. 7-ші мектептен 7 бала, 2-ші мектептен 1-1 бала ауысамыз деген жоқ. 2000 бәленбайға қарамастан. Содан кейін мен мысалы өз балаларыма айттым, жаңа әйбат мектеп ашылып жатыр. Давай сол жаққа ауыстырамын мен сендерді. Деп едім, бізге 2-ші мектептен асқан мектеп жоқ деді. Кезінде 7-ші мектеп ашылған кезде де ауыспай оқыған. Енді не үшін айтып отырмын? Мен балаларым ерекше деп айтып отырған жоқпын. Ол жерде баланы мәжбүрлеп сен ана жаққа ауыс деп айта алмайсың. Оның үстіне мынадай мәселе болды. Кешіріңіз, атыңыз кім? Дархан, 1 минут тұра тұрыңызшы. Кешірім сұраймын, айтпай баста кетті. Менің атым Қарлыға, әкемнің аты Айсабек. Айсабек Қарлыға, Айсабек болса. Енді жаңа 2-ші бүкіл қала мектептеріне хабарлама бердік қой. Содан айттық, өтініш білдірген, соңғы басында біз мектеп ашып, мінеге өтініш қабылдау басталмай тұрған кезде айттық, алдын ала біліп алайықшы статистиканы, қанша бала өтініш береді екен. Сол кезде 2-ші мектептен 1-1 бала өтініш білдірген жоқ. Сенсеңіздер де, сенбесеңіздер де.
Содан кейін неге олай деп едік, ол кезде директор Райхан Тоқтаровна, ол мектептің ата-аналары негізінен сол жаңағы салық комитетінің айналасында тұратын, ана ипотекада берілген үйлерде тұратын, сол айналада одан қалса ана Арманда тұратын, мен мысалы өзім вообще Арман жақта тұрамын. Арман жақта тұратын, оларды сүйреп ана жаққа апара алмайсың, дұрыс па? Ол кезге оның үстіне тағы бір кедергі болғаны, Талғар қаласының ішінде автобус жүрген жоқ, өздеріңіз білесіздер. Бір ғана автобус жүрді, 8-ші ғой деймін. Ағдалаға 8-ші жүріп жүрді. Оның өзі пандемия кезінде құрылды ғой бүкіл автобус. Бір жүрді. Содан сонда бүкіл бір жүрді ана не жаққа, Алмалық жаққа. Содан бүкіл ата-аналардан сұраңыздар, мүмкін олар түсінбей жатқан шығар. Болашақта автобус жүреді ол жаққа. Біз өйткені субсидия сұрақ қойғанбыз. Өтірік айтпасам, бізде 5 миллион бір бәле болған әйтеуір, өтірік айтпасам. Сондай сұрап отырмыз, маслихаттың несі керек екен, қаулысы. Қаулыны білім бөлімінің заңгер жасап жатыр дедік. Сөйтіп едік, ата-аналар ол қашан болғанды кезде көреміз. Қазір біздің баламыз қозғамаңыздар. Өзінің ұнатқан, өзінің оқып жүрген мектебін бітіреді. Бітірмесе ауызсақ көрерміз деп ешкім қозғалмай қойды. 7-ші мектепті алайық. 7-ші мектеп таза қазақ мектебі. Оның директоры Нұржан Оралханов. Ол кісіге айттым, мүмкін сіздерден барады. Ол мектепке мен білетінім бүкіл Талғардан келіп, Талдыбұлақтан да келіп оқиды, Тұздыбастаудан да келіп оқиды. Бүкіл жақтан да келіп, Кеңдала ең жақыны ғой, Тұздыбастаудан келіп оқиды. Айттым, мүмкін сол жақта, мына жақта тұратын балалар бар шығар, 7-ші мектепте лицей, анауда гимназия. Айырмашылығы не? Барсын деп едік, ренжімеңіз, бірде бір ата-ана барғысы келмейді. Енді оны кімді мәжбүрлеп барып сен бара қойшы. Енді орыс сыныптардан келетін болса, орыс сыныптарымен мен мысалға, сен бара қойшы деп ешкімді мәжбүрлеген жоқ. Ата-аналар өздері неге кезінде бұл мектеп Талғар қаласы бойынша орыс сыныптарына бала көп деп айттыңыздар, 3 ауысымды жоқ мектеп мектеп салып жатыр деп айттыңыздар. Неге алдына аяқ асты енді келіп қазақша деп айттыңыз? Мен айттым, қазақша дейтін себебім бар дедім, орыстарға айттым. Өйткені ата-аналардан тізім жинақталған, ол жұмыс жасалынды, мен жасаған жоқ, оны жасады. Факт, что жасалынды. Бірақ та ол ата-аналардан қазір егер толық жинақталса, ол мектеп таза не болып қалады. Біздің балаларымыз қайда барады? Сіздің балаларыңызды мүмкін 8 оқытатын шығарымыз, мүмкін жинақтап бүкіл орыстарды бір оқытатын шығарымыз. Ондай болмайды деді. Себебі сіздер маған тиісті. Сіз Талғардың тұрғылықты емес екеніңіз көрініп тұр. Егер сіз білсеңіз, мына әкімшіліктің артында өңкей өзге ұлттың өкілдері тұрады. Қазақ орысшаланып кеткен көп қой, өздеріңіз білесіздер. Мен мысалға орыс мектебін бітірген, маған қиыншылық жоқ ешқандай. Бірақ та қазақша оқыса да орысшаланып кеткен қазақтар бар. Сол сияқты өзге ұлт жаңағы түріктер бар, ұйғырлар бар, орысша сөйлейтін, балалары қазақшаға өлсе де бермейтін, орысша оқытатын. Солардың өкілдері өте көп. Неге соны ескермейсіздер? Онда немене қазақтар біз көтеріле алмаймыз ба? Сендерге конфликт керек па? Давай екі жақтан тең жина заявлениені. Өтінішті тең жина. Егер қазақ сыныбына өтініш да, сізді конфликтпен жоқ. Мен ешкім қорқытамайды. Мен ешкім қорқытамайды. Содан кейін мен айттым, тоқтаңыздар дедім. Алдымен ана қазақ тіл қоғамы жасаған тізім бойынша бүкіл оқушы жинақталса, ешқандай ренішсіз ол мектеп қазақ мектебі болады. Мен сол үшін сөйтіп айттым дедім. Неге өйтіп айттым? Сол үшін айттым дедім. Менде тізім тұр ғой. Ал егер ол балалар тірідей келіп жатса, ол жай ғана қағаз түрінде, тем более бір битпес тізімделген. Ол кезде өтініш қолымызда жоқ. Келіп өздері тізімделсін дегенім сол ата. Кейіннен мен қадағалап отырдым, қанша дана келді? 70% дана келді. Қалғаны қайда сонда? Қалғаны жоқ. Канураға да айтқаным сол бір рет. Канураға мен сізге, есіңізде ме кездесуде? Канураға мен сізге сеніп қазақ мектебін тіркедім. Қайда қалған 840 бала дедім. Сонда 840 бала келмегені мен кінәлімін ба? Ал енді өздеріңіз қараңыздар. Былай шынайы қараған кезде 1200 даңғарадай мектеп, бір ауысымда оқу керек. Егер 2 ауысымда оқыса 2400 бала да сияды. Міне өзіңіз білесіз, 600 орынды Қызғайратта да соншалықты бала оқып жатыр. Ана Тұзбастаудың 900 орындық мектебінде 2300 бала оқып жатыр. Талғар қаласында асып төгіліп жатыр бала деген. Титімдай міне Ағдалан мектебін алайық. 300 орындық мектеп. 300 орындық мектепте қазір 900 бала оқиды. Кез келген мектепті көтеріңізші, жаңа мектепте. 300 орындық мектеп. Иә, кез келген сол жыл 17 жылы берілген. Қазір айтамын, 41-ші мектеп, Еламаны мектебі, 40-ші мектеп, Кіші Байсеркен мектебі, Ағдала 17-ші берілген, 300 орындық, ол жер 9 бала оқиды. Аналарда да 3 есе, 2,5 есе асып отыр. Өйтіп көтере берсек, бізде проблема деген жерде. Қазақ мектебі ма, аралас мектеп? Ағдала қазақ мектебі. Енді қараңыз. 41 мен Еламаны не аралас мектебі. Нормадан асып, 300-ден асып оқып жатыр, иә? Иә. Енді сіздер айтпайсыздар ғой. Санитарлық норманы бұзып отыр ғой. Мәжбүрлей алмаймыз. Жоқ, санитарлық норманы қазір жерге 10 мың оқушы келсе, мысалы бір мектепке, біздің ниетіміз осындай десе, біз осы жерде оқуымыз келеді десе, сіздер ала бересіздер ма? Алмасқа қақымыз жоқ. Былай ғой, Дархан. Бір мектепке 10 мың оқушы аласыздар ма? Сұраққа жауап беріңізші. Жауап берейін деп отырмын, ал мен мүмкіндік берсеңізші.
тиімділігіне қарау керек. Былай ғой, қарауға тиістіміз, бірақ та былай Талғар Алматы облысы бойынша кезіндегі 20 аудан болды ғой жерде Алматы облысында. Сол жердегі 4 аудан аузы-мұрнынан шығып жатыр мектептер. Еңбекші Қазақ, Іле, біз сонан кейін Қарасай 4 аудан. 4 ауданда біз жиналысқа неше барып жүр, бүкіл ел біледі. Әлі бесікте жатқан балаға дейін біледі. 4 ауданда бала санын жаңағы мектептің қуаттылығын есептеуге ешқандай мүмкіндік жоқ. Ол жерде бізде жапа шектік те бір шетте. Жылына тоқтаңызшы, Дархан 1 минут. Размен мен шақырдыңыз ба, мен уақытын бөліп. Тыңдаймын мен сізді, міндетті түрде тыңдаймын. Мектепке бала келген соң қабылдауға қақымыз жоқ. Әр мектептің өзінің жарғысы бар. Жарғыда егер бүйтіп жазылған болса, бала қабылданады мөлтек ауданы бойынша десе, қабылдамауға болады. Ол жерде мөлтек ауданға қарайды деген сөз жоқ. Сондықтан да 7-ші мектеп болсын, 2-ші мектеп болсын, Тұзды Батонда да келіп, тіпті Думанда келіп оқыса да қақысы бар. Алматыда тұрып келіп оқыса да қақысы бар. Жарғыда ондай сөз жоқ. Мөлтек ауданға қарасын деген. Бізді құртатыны сол. Егер сіздер лимит жоқ. Сонда теориялық жағынан қарайтын болсақ, 20 мың оқушы келсе де бір мектепте оқыта береді. 20 мың келмейді екен. Мысалға енді. Ол былай ғой, қазір өздеріңіз білесіздер. Талғар қаласы емес, Талғар ауданы дейік. Мына кең дала, мына бүкіл жақын орналасқан ауылдардың бәрінде пәтер жалдап тұратындар. Талғардың өзінде қаншама пәтер жалдап тұратындар бар. Ол осы мектеп маған жақын білмеймін ештеңе дейді. Мына жерде жұмыс істеп отырған кезде келетін. Мен 7-ге баруым керек дейді. Мен айтамын, өзіңіз ойлаңызшы, жерде 540 орындық мектеп, 1200 бала оқиды. Сол кезде әзір білмеймін. Десем айтады, білмеймін ештеңе, мен сол жерде оқуым керек. Мен ештеңе білмеймін, мен сол жерде оқуым керек. Соң директорға звондаймын. Сіз де ештеңе білмеймін деп айтпайсыз? Дей алмайды екен. Ол ата-ананың құқығын таптау болады. Қараңыз, жақсы, мен түсіндім. Енді мен сізге сұрақ қоямын. Бұл жерде мен мынандай ой келіп тұрды. Бұл жерде мектеп директорлары оқушылардың санын тым асыра ала беруіне өздері заинтересованы сияқты. Ол сыбайластықтың несі емес па? Жемқорлықтың несі емес па? Жоқ, емес. Сіз айтасыз, лимит жоқ, ала бер, ол мүмкін емес қой, ондай жоқ қой ешқандай. Лимит действительно жоқ. 300 оқушыға арналған мектепте сіз айтып тұрсыз, 900 оқушыға оқып жатыр. Енді ағдала қайда жібересің? Колхозда тұрып жұмыс істейтін адамдар. Штраф салады, егер ондай жаңағыдай. Соны айтайын деген, Дархан сөзімді бөлді. Одан жапада шегіп жатырмыз. Жылына біз қанша, 6 ауысым, былтыр қанша, 7 3 ауысымды мектеп болды. 7 3 ауысымды мектепке штраф төлеп отырдық. Мектеп төлемейді, оны білім бөлімі төлейді. Өйткені ол орталықтандырған бухгалтерия болғаннан кейін біз орталықтан біз жібереміз. Сіз өзіңіздің айлығыңыздан төлейсіз сонда? Айлық емес қой, әрине. Ол жерде штрафқа деген өзінің пункті бар ғой. Біз соған деп спецификациясын көрсетіп төлейміз. Кәдімгі через банк, ол ешкім апарып қолмен төлемейді. Яғни қазынаның ақшасын сіздер мақсатсыз. Ол санэпидемстанцияның құжаты негізінде. Оны ешкім ойланып шығарып алған жоқ. Ол кәдімгі спецификация банкқа апарып құйылатын. Оны қолмен ешкім апарып қоймайды. Сонда келіп сөйтіп айыппұл сала берсе, сіздер төлей бересіздер. Мен оны талай айттым, хатта жаз, мен хатым бар сестің бастығында жатыр, айттым, сіздерге дұрыс емес дедім. Талғардың халқы жылдан жылға өсіп жатыр, өздеріңіз білесіздер. Көшіп келе берсе, бала саны бүкіл мектепте артып төгіліп жатыр. Сонда бәріне ақша төлей берсек, не жанымыз қалады деп. Мен хатта жаздым. Облыстық СС-қа да жаздым, мен хатым облыстық СС-та да жатыр. Сол кезде өзім істеген кездегі. Мынаны ескеріңіздер, штрафты алып тастаңыздар. Бұны баланың туыта жоғары, өздеріңіз білесіздер. Дұрыс қой. Енді халықтың жағдайы жақсарып кеткендіктен емес, енді бала саны көбейтіп соған кім кінәлі? Қазақтың неғұрлым көп барған жақсы дейміз, бірақ та мектепте де орын жетпесе оған менің кінәм жоқ қой. Енді қазір мен білетінім, естуімше, жайлы мектеп деген жоба көтеріліп жатыр екен. Ол жерде жайлы мектепте жаңа бала саны мына лимиттен аспау керек деген ескеріледі деді. Бір 14 мектеп салынады деді ғой деймін, Алматы облысының өзінде. Алматы облысы ма, Талғар ауданынан 4 мектеп деді ма? Алматы облысы Талғар ауданы. Иә, соның ішінде 6 мектеп, 8 мектеп Талғардікі. Талғар қаласының өзінде мен кезінде Жолан Омаров әкім болған кезде мына не жақта, Талғарға ірте жоғары жағында, Арман жақта жер болған. Сол жерде мен әкімге де айтқан, Қайдархан да айтқан, Қайдархан сол жерде 3 гектар жері бар. Сол мектепке, сол жерге мектеп салсаңыз таза қазақ қалып. Бүкіл мына Талғар, Арманның балалары, қазақ мектебінің балалары ғой негізінен. Берен Саран ол жерде мен білетінім орыстар. Сол бүкіл сол жерге баратын еді, ана 2-ші мектеп кішкене азаятын еді. Оны алып та жаққа салыпсады. Жоқ, оны салған жоқ, ол бөлек, ол жер бар.
Ол жер бар. Автобазада жер бар, мектеп салатын. Бош жер бар дейсіз ғой. Бош жер бар. Арманда бар, автобазада жер бар. Менің білетінім. Ол кімнің құзырында, әкімнің құзырында ма? Оны былай ғой. Ылғи да біз былай істейтінбіз. Қараша айында жыл сайын аудан әкімі облысқа жоба қорғауға барады, ақша сұрауға, бір сөзбен айтқан, бюджетті бекіту үшін келер жылға. Сол кезде бізден сұрайды, қандай мәселелер бар көтеретін деп. Сол кезде біз айтамыз, ол жерде бүкіл слайдтың бәрі сақталған, түгел көтеріп, экономистте бар ол, жерде компьютер жоқ болса да. Экономист маған слайд жасап береді. Бізде мұнша үш ауысымды мектеп, мұнша бала артық отыр. Бізге мұнша мектеп керек, мұнша орындық деп жылына сұраймын. Жылаудай жылап жатырмыз. Бірақ та жылаған балаға бәлем бермейді деген бекер әңгіме. Сонда да енді ол бірақ осы қолда тұрған жоқ қой. Бірақ мен ойлаймын қазір жайын мектепке байланысты беріп қалар деп. Өйткені көптеген миллиардтаған сумма бөлініп жатыр деді ғой. Ол кезде бізді қинаған. Өздеріңіз қараңыздаршы, мына Рысқұлов ауылындағы мектеп, 300 орындық мектеп. Ол жерде 3 ауысымда отыр ол мектеп. 3 ауысымға көшкен жоқ, бірақ сыйдырып отыр. Әйтеуір бүйтіп келтіріп сыйдырып отыр. Ол жерде аралас мектеп. Номер қанша? 16-шы мектеп. Ол жердің жобасы бар. Дайын жобалық сметалық құжаттамасы бар. Не салу үшін, жапсар жай салу үшін. Өзінің жері бар ғой. Жапсар жай салуға ақшасын ұмытып қалдым, өтірік айтпай қояйын. Кәдімгі жоқ дегенде бір 5-7 қанша болды? 3 миллиард, точно. 3-6 ма сондай болды. Облыстан сұрап еді, айтты, айналайындар, 3-6 миллиардқа сендерге мектеп сап бермейміз ба? Жапсар жай салғанша деп. Қаражатты бөлмей қойды. Ол кезде паталық қойған. Мектепте 3 миллиард. Иә, сөйтті да бермей қойды. Бірақ енді қазіргі мен ойлаймын, құрылысшы емеспін, бірақ та құрылыс материалдарының қымбаттауы. Соның бәрі ескерілген шығар деп ойлаймын. Енді оқшан мен шығарған жоқпын ғой. Бізге қаражат. Ол Баталовтың кезіндегі ғой, Баталовтың кезінде көтеріліп, жасалып, мына Қайдар Әлхановтың кезінде дайын тұрған жоба. Ол егер тез пайдаланбаса, срок өтіп кетуі де мүмкін. Дайындық мерзімі өтіп кетеді. Ондай мәселе деген бізде былай 1.25-ге тіреліп тұрған дүние жоқ. Бізде айтып отырмын ғой, айналаны көтеріңізші, Қызылқайратқа да мектеп керек. Кең далада алдыңғы 12-ші жылы салынған ғимарат 275 орындық. Ол жерде 1200 бала оқып отырды. Ойлаңыздар, 4 есе артық. Қазір 600 орындық жапсар жай салып берді қасына. Білесіздер. 875 орындық мектеп болды. Ол жерде тағы 2200 бала оқиды. Біз сұрақтар қойып қойыңыз. Сіз әлеуметтік желіде сізге сұрақ қойғанда сіз айттыңыз. Ата-аналардың түскен өтініштердің басым көпшілігі қазақ тілінде болғандықтан мектепті қазақша ашамыз деп айттыңыз. Иә. Сол ғой мен жаңа айттым. Үшінші рет қайталап айтайын сізге. Жаңа 917 Камнұр ағайдың көмегінің арқасында жиналған тізім. 71 бала келді, қалған 840 бала жоқ болды. Екі ортада мен кінәлі болып қалдым. Солай болды. Бұл енді жамашылық ойламаған шығар, көмегі де тиді, бірақ та шынымен сонда келсе бізге жақсы болады. Сұраққа жауап береміз, ол сіздің жауабыңыз бар. Енді тағы да сұрақтар қоямыз. Ал? Барлық осы жердегі мектептерге сіз мынандай дайын өтініш бересіз да, өзіңіздің құзыретіңізді пайдалана отырып, сіздің балаңыз 25-ші мектепке барады ма, жоқ па деп. Ол сонда ол қандай болып кетті сонда? Сонда әркімнің құқығына қол сұғу емес па онда? Жоқ. Ол былай болды, апай. Барлығынан ата-аналардан сондай әрбір мектептің ата-аналардан өтінішін алып. Менің балам өзіміздің мектепте қалады, 25-ші мектепке бармайды дегізіп. Ол былай болды, апай. Білем мен оны. Ол есімде ол әңгіме. Ол былай болды. Біз жаңа тіреліп, бәріміз уже тығырыққа тірелген кезде айтты. Сен көзің жете ме, ата-аналар бәрін құлағына сол хабардың жеткенін деді. Айтым жетті, мүмкін емес. Сондықтан да ата-ананың құлағына жеткізу үшін сұраңдар, шынымен ауыса ма, ауыспай ма? Ауыспаса ауыспаймын деп жазып берсін, ауысам деп жазып берсін деді. Ол әлгі хабардар ету мақсатында ғана. Оның өзін тапсырманы берген, жоғары жақта маған айтты, естімей қалу мүмкін деді. Естіді деп мүмкін емес, маған сенген жоқ. Сондықтан да міне саған мынандай үлгіні ойластыр, мынандай сөздер болсын премьердің ішінде. Осыны келтірді, бүкіл ата-ана өз естігенін құлағдар етсін сендерді. Барам десін, немесе бармайды. Оның үшін мен де бармын ата-ана ретінде. Мен айттым, мен балаларым барғысы келмейді. Мен балаларым бармайды дедім. Оның үшін мен де бармын, сол ата-ананың бір өбенімін. Ол ата-ана баланың құқығына ешқандай қол сұғу емес. Мысалға тура сол 7-ші мектептен, 2-ші мектептен мұғалімімізбен бірге ауысып барсақ, біз барамыз деп. Жоқ. Ол мектептерден түскен жоқ. Ондай өтініш, сұрағыңыз неге байланысты ғана болып тұр, 8-ші мектепке ғана байланысты. Біз оны айттық. Егер 7-ден болды, кімнің мұғалімі бар ғой? Жоқ, айтқан
жоқ. Да, Мен қазір телефон звондап Нұржан Оралханқызынан анықтай аламын. Нұржан Тұршы жоқ. директор Оны анықтай аламын. оқушымен көшем деген. Енді болды ма енді? Қазір 1 минут. Жаңа мына камераға, мына сізге байланысты. Біз оны айттық. Егер сыныптар мұғаліммен көшеміз десе, сол сыныпқа пәндерден неше ағылшыннан береді, пәндер бар ғой, солар түгел көшсін. Әңгіме жоқ дедік. Негізінен бастауыштар шығар, сөйтіп айтты. Жоқ. Оған қатысы жоқ. Любой класс ауысуына болатын еді. Сөзіңіз өтірік болмасын, қараңыз, 9-шы мектептің директоры жазып отыр. Бүткіл мектебімізбен көшетін болсақ, балалар бәрі Бұны да білемін. дайынбыз деді. Мен директорды шақырдым. Енді уақыт өтеді, уақыт өткеннен кейін 9-шы мектептің балалары тұрады да, бәрі уже міне біз бәріміз, мен мысалы 18 әлеуметтік бірінші мектепте, әлеуметтік неден естідік, адырна. Сода барлығы жаңағы естідік, енді бәріміз атсалыстық, қазақша болсын дедік. Біз біреуді бір жек көргеннен емес, халыққа Әңгіме жоқ, дұрыс қой. Содан бәрі жинала бастаған кезде 9-шы мына жерде 900 заявление бар ғой, 900 өтініштің ішінде. Мұнда көбісі 9-шы мектептің балалары. 350 бола ғой. Көбісі 9-шы мектептің балалары. Осылар қазір мынаның ішінен тағы да отырып егер дәлел керек десеңіз, отырып звондап неткен кезде ренжімеңіздер, біз 9-шы мектепте қалатын болдық. Не болды деп бүйтіп әйтеуір бәрі айтпады. Мұғалімдеріміз попросить етті, агитация жүргізілді. Неге? Ол агитация ішінде не жүргенін мен білмеймін. Былай ғой, сіздің атыңыз кім? Сіз бәрін білесіз. Абдусамат, былай ғой. Мен 9-шы мектептің директорын өзім шақырдым. Кабинетке шақырдым да, Алмаз Акилаевна ғой өзі. Алмаз Акилаевна, бүкіл мектебіңізбен көшіңіз сол жаққа дедім. Бүкіл мектебіңізбен. Бірақ та біз 9-шы мектеп Рысқұлов атындағы мектептің атын жоғалтпауымыз керек. Егер біз 9-шы мектеп ан жаққа көшірсек, ол жаққа басқа ата-аналар барғысы келе бермейді. Себебі жаңағы басқа қазақ мектептен балалар өтініш білдіріп отырған жоқ қой. Бірақ та сіз барасыз, ол бірақ 25 болады. Бүкіл мұғаліміңіз, ұстазыңызбен, балаларымен түгел барады, бірақ директор ол жаққа конкурспен тағайындалады. Ол жаңа мектеп деді. Содан мен ойлаймын, енді өзім арам ойым, енді адам осының ішінде кетеді ғой. Мен ойладым, неге мынандай әңгіме жүрді екен? Мен ол кісіге айттым, бүкіл балаңызбен көшіңіз. Сөйтіп еді, мен онда қазақ тілден сағат аламын деді. Алмаз Акилаевна, пожалуйста, бірақ обал емес, пенсияға аз қалды. Конкурсқа түсіңіз дедім. Конкурсқа түсіңіз өтесіз, ол жерде шектеу жоқ. Зейнеткерлікке шыққан жаса да контрактпен өтуге болады, дұрыс па? Мен ол кісіге айттым, бүкіл мұғаліміңіз балаңызбен барыңыз дедім. Жарайды деді. Содан 3 күн уақыт беріңіз деді. Күттік. 4 күн, 5 күн, бір күн біраз уақыт өткеннен кейін мен айттым, не болды Алмаз Акилаевна? Балаларыңыз тізімі дайын ғой. Балаларыңыз бар, құжатын өткізе берсін, тізімделсін, барсын, бітті ауыса берсін. Құжат класс жасақталып жатыр дедім. Сөйтіп едім, бармайтын болды деді. Не жағдай? Неге бармайсыздар деп едім? Біздің балаларымыз мына мектептің айналасында тұрады, тар болса да өзіміз қимаймыз, осы мектепте оқымыз келеді. Оның үстіне 11-ші кластың балалары дейді, тіпті бастарым ала қашты. Жоқ, біз дайындығымыз бар, басқамыз бар, оқу жылы бітуге міне аз қалған кезде біз неменеге бар? Ол жерде бар ғой? Мен бір 90 сөз тобықтай түсіндім. Бір жақты қабылдамау керек қой. Ол барлық жақты тыңдау керек. Бұл жерде былай қарасаң, кәдімгі бір қылмыскер сияқты отырсың. Бұл жерде менің міндетім әр баланың ойын ескеру, әр ата-ананың ойын ескеру. Мен хақым жоқ, сен орысқа бар, сен қазаққа бар деп айтуға. Орыс сыныптарын мен осы жерге келді, қазақтар бір жиналып келді, орыстар бір жиналып келді. Мен орыстарға айттым, тізім жинақталып тұр. Егер толып кетсе, ренжімейсіздер. Сіздер немесе 1-ге барасыздар, немесе 8-ге барасыздар. Облыстық білім басқармасы айтты, мына 9-шы мектепті көшір сол жаққа деді, 25-ке. Сол жерге орыс кластары барсын деді. Сөйтіп еді, жоқ, біз бармаймыз. Біз неге ескі мектепке бармыз? Ол әңгімеді қосылды. Біз түрлі вариантты қарастық қой, түрлі. Мен сұрағым бар да, мына жерде сіз қазір мынандай әңгіме айтып отырсыз да. Фантастика әңгіме айтып отырсыз. Ешқандай фантастика. Басына кешкендерді айтып отырсыз. Аудандық білім бөлімінің бастықтары директорлардан сұрамайды ешқашан, көшесің ба, көшпейсің. Егер көшіру керек болса, көшіреді деді. Жоқ. Сонда директор шешіп тұр ма сонда? Ол жерде директор шешеді, ата-ана шешеді. Ата-ана әлеуметтік желіде, Абдусамат. Дұрыс емес. Оқушылардың әлеуметтік желідегі видеосында айтылып тұр. Біз мына мектепке 25-ке көшпейміз, себебі ол аралас қылдырайын деп жатыр. Біз сол үшін көшпейміз деп айтып тұр балалар. Дархан, ол жерде де арандату ғой. Жоқ, аралас мектеп. Ол жерде арандату болды. Сіздер бір жақты ғана естіп жатырсыздар. Онда сол директорды шақырайық бәрін. Мен қазір ұзақ әңгімелердің уақытым жоқ. Мен бар ойындардың бәрін айтам. Сіз онсыз да жоқ. Мен жүруге міндетті де емеспін, мен кеткен
адам мен барын айтып отырмын сіздерге. Сіз Бар шетелге қалай кетіп болды қалған солай жоқсыз, айтып білім саласында отырмын. істеп жатсыз ғой. Ал тарих зерттеуге мен міндетті емеспін. Мен барын қалай болған айтып отырмын. Бүгіп жығып өтірік қосатын менің ондай қанымда жоқ. Зейнет жасына жетіп қалған директор өзінің білгенін істеп отыр ма сонда? Жоқ, олай емес. Бұл жерде мен директор істеді деген жоқ, сіздер бұрмаламаңыздар. Ол былай болып қимастық деген әңгіме болады. Мүмкін қимастық болған шығар, бір сыныпта отырған, бір мектепте отырғаннан кейін. Оқу жылын бітіріп ауысам, бірақ мен бір ауыз ғана сөз айттым. Егер сіздер көшсеңіздер, әзірден айтып қойын, ол 9 болмайды дедім. Ол 25, ол тіркеліп қойған мектеп қаулы шықты қойған 25. Номер шықты. Жоқ. Ол мектепке директор жаңадан тағайындалады. Сіз конкурсқа қатыса аласыз дедім. Қатыстырмауға ешкімнің қақысы жоқ. Өтпей қалу қаупі болды. Бар әңгімем сол. Яғни өтпей қалу қаупі болды ғой. Директорлыққа өтпей қалу қаупі болды ғой. Неге өтпей қалады? Бір сұрақ. Менде бір сұрақ. Сол мектеп жаңадан салынды. Жолан марқұм кезінде 9-ты көшіреміз деді. Сіздің айтқаныңыз дұрыс. 9-шы мектеп болады деп. Сонда неге ол 25-ті қайдан тауып алдыңыздар? Былай болды ғой ағам. Жолан Омаров жер хабар бермесін, осы әңгімені айтқан кезде мен куәгермін, тірі куәгер қасында болған. Ол енді өлген кісіге жаман айтпаймын, бірақ та кез келген әкім жүрген жерінде халықтың жағдайын жасайтынын көрсетіп жүру керек, дұрыс па? Мен ойлаймын, ол кісі ол кезде жаңадан келген кезі, ол кісі келді. Қыркүйектің 8 келді ме өтірік айтпасам, иә? Сондай кезде келді. Келе салды, сол бар, жаңағы зам бар, ол кезде кім еді? Ашмақым бар. Үшеуміз бүкіл мектепті аралайтын болдық. Сол әр сенбі сайын, жексенбі сайын жұмыс күніне қарамай мектепті аралап жүрдік. Келе салған кезде қаладан бастады ғой. Ол кісі әлі мектептің несіне әлі бүйтіп кіріп үлгерген жоқ. Талғар ауданының бүкіл жағдайын толық біле қойған жоқ. Тура 9-шы мектепке барған кезде бірінші күн аралады, біз алдымен бардық. 8-ді көрді, 8-ден кейін 9-ға кірдік. Жол ғой. 9-ға кіріп едік, ол кісі, ой, апайлар, мына мектеп ескіде отырсыздар, жаңа мектеп салында мен сіздерді көшірем деді. Мына кісі бүлдірді, енді осы кейін алдымыздан шығады ау дедім. Ол кісі байыбына барған жоқ, айтты. Енді жақсы оймен айтқан шығар деп ойлаймын. Бірақ та кейін ол кісі жаңағы бүкіл мәселенің бәрін зерттеп, қай сыныпта, қай оқыту тілінде қанша бала отырғанын білген кезде 3 ауысымды жою деген мақсат, бұл өзі Баталов қой. Баталов осыны мақсат қойды. 3 ауысым мектептерді жою. 3 ауысым дегеніміз қай мектептер? Қазақ болса қазақша ашу, аралас болса аралас ашу, сондай бағытта ғой. Ол жерде Жолан Омаровқа мен бармын, ол бөтен ешкім жоқ. Сондықтан сол кісі байыбына бармай келе сап, мына әкімшіліктің босағасын аттай сап айтқан әңгімесі ғой. Ол кісі білмейді. 3 ауысымды қазақ мектептері жоқ па? Неге жоқ? Қазақ мектебі бәрі. 3 ауысымның алдында тұрған мектептер бар. Қазір тоқтар енді болды ғой, айтылып. Мен бір нәрсені бір сұрақ қояйын, бірінші айналайын. Ең бірінші, мына өзің білім бөлімінің басшысы болып тұрғанда 21-ші жылы 11-ші қарашада мына мектеп 2 тілде болады деп сайтқа не үшін жарияладыңдар? Осыған жауап берші. Жарияладық, өйткені орыс сыныптарына өтініш көп түсті. Қазір қараңыздаршы, қазір кешіріңіз аға. Қазіргі бала санына қарасақ, тең отыр ғой, 50-де 50. Оны мен жинаған жоқ. Бұл қайтасын түсіп отыр ғой. 21-ші жыл 11-ші қараша орыс сыныпы көп түсті. Осы өтірік айтқан мектеп жоқ. Тыңда, ол кезде орыс сынып тұрып қазақ сыныбына да бірде бір өтініш алмаған мен жинаған. Сізге 17 өтініш те бермеген. Ешқандай өтініш туралы әңгіме жоқ. Мына әңгімеден кейін мен мәселеге араластым. Міне 21-ші қараша 11-ші қараша 21-ші жыл деп тұр. 21-ші 11-ші қараша. Міне өңір басшысы аралады, көрді, 90% дайын екен. Бұл мектеп орысша қазақ тілінде болады деді. Оны айтқан себебіміз Камнұр аға. Міне негізсіз даудың басы Дайырбайдың көксігер деген бірінші қателіктеріңіз осы. Бірде-бір орыс тұрмақ қазаққа да өтініш жинаған жоқ. Ешкім жинаған жоқ. Мына кісілер вообще түсінде көрген жоқ оны. Мен де білмеймін ол кезде. Міне бұл бірінші. Бұлар неге осылай болды? Ол былай аға. Өйткені мектеп ашылған кезде, жаңа айттым ғой. Әлі ашылған жоқ. Жоқ, мектеп берілді ғой, ашылғанда да. Берілді, ол біз үшін ашылды есептелінді. Өйткені қаулысын әлі ашамыз деп жүрген жоқ. Әлі мектеп тәуелсіздік 30 жылдығын ашамыз дедік, ашылған жоқ. Сөйтіп жаңа біз облысқа барып, жаңа бүкіл неге қазақстанда болады 3 ауысым біздің мектеп емес па? Неге мына бірінші мектеп, бүкіл қала мектептердегі балалар неге ауыспайды? 3-ші мектеп 900 орындық. Ол жерде де мысалы 2000 бала отыр. Неге біз ауыспаймыз деп
тең уже сұраныстар түсе бастады. Телефонға тыным жоқ күні бойы. Содан кейін облысқа барып, облыспен ақылдастық. Не мынандай әңгіме болып жатыр. Бірақ та енді ол таза қазақ шықсақ 9-ды көшірсек, былай енді өзі түрлі жоқ. 9 болу 10-ға дейді ойымызда болған. 9 көшірсек, бірақ ол 9 болмайды. Бірақ та ол жерге қазақшалар жинай алып, 9 мектеп бола алмайды ғой. 25-қа тіркеп қойғанбыз ғой, постановление қаулы шығып қойған. Ол жаңа мектеп болғаннан кейін оған жаңадан не тағайындалу керек, директор. Сондай әңгіме деп едік. Бірінші сендердің міндеттерің 3 ауысымды жою дейді. 3 ауысым сенде қай тілдегі мектеп? Қазақ па? Қазақша. Орыс па? Орысша. Аралас қазақша, орысша. Бірақ сіздер араластырмасаңыздар. Содан кейін 3 ауысымды жою мақсатында ғана басқа сұрағыма жауап сол үшін 2 тілде деп жаздыңдар. 3 ауысымды жою мақсатында. Егер де бұл әңгіме, егер сіздің жаңағы 9-17 балаңыз түгел келсе, бұл әңгіме далада қалатын еді ғой аға. Айтам болғанда келді. Екінші сұрақ. Мынаның безендіруін тікелей өзіңіздің басшылығыңызбен жүрді. Әр мектептің директорынан 50 мыңнан ақша жинап алдыңыздар. Ол жақсы. Стенд жасадыңыздар. Қазақ оқыту тілі, қазақ орыс деп жазуға не негіз болды міне? Негіз болды 3 ауысымды жою мақсатында. Бір Жауабы сөз сол. қайталай бересіздер. Тоқтаңыз. Оны айтамын 3 ауысым. Міне, осы 2 нәрсе мен атқа қондырды. Сіздердің ешқандай қазаққа жандарыңыз ашымайтын, ұлттық рухқа ешқандай Өне кейін мына нәрсе, екеуміз осы дау басталмай тұрғанда жаңадан алдыңа кірдім, қоғамдық кеңестің кабинетіне шақырдым, Жұмақан Еңкебайұлының, Матан ағамды шақырдым, өзің бар 4-іміз отырдық. Рас па? Сол қарылға неге бұлай деп. Ондай жиналыс көп болды ғой. Жоқ, ең бірінші шақырған есімде мен. Сонда маған айттыңыз, аға, мен де қазақпын ғой сіз сияқты. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да бұл орысша болады деді. Орысша болады деген жоқпын. 3 ауысымды жою. Аға, 2 тілде болады. Жоқ, 2 тілде болады. Мен айттым. 3 ауысымды жою мақсатында салынған мектеп, кешіріңіз аға, кешіріңіз. 3 ауысымды сіз бұрмалап қайттан деп алып кеп жатырсыз ғой. Мен бұл сұрақтың бәріне баған жауап бергісі. Сіздер 100 айналдырсаңыздар да, ол саясат біреу. Саясат деген сол 3 ауысым базада тіркеліп тұр ма? Аралас мектеп. Бірінші соны жою керек. Тоқтаса мен сөйлейін де, мен енді бастадым. Ал жарайды. Жоқ, неге дауласасыз? Мен бәрін дауласып отырған жоқпын аға. Сонда мен өзім 3-4-іміз-ақ отырмыз. Аға, сіз қаласаңыз да, қаласаңыз да 2 тілде болады деді. Содан кейін, жоқ, бұл болмайды. Ол маған да қатысты нәрсе емес қой аға. Менің құзырымдағы дүние болса ол. 3 ауысымды айта бересің, 3 ауысым сол кезде айттың. Егер де нақты 3 ауысым болатын болса, 2-ші мектепте неге көшірмейсіңдер? 2500 бала оқып жатыр. О кезде де бүгін одан асып кетпесек. Асқан жоқ. 2500 бала бар қазір. 700 орындық 7-ші мектепте қазір Оралхан кім? 1200 бала отыр. 1800 бала оқып отыр қазір. Қазіргі санын білмеймін. Қазір сан 1800 бала оқып отыр. Нұржан Оралхан. Мен соңғы цифрын алмадым. Оны ескермейсіздер. Ал енді тыңда, мына тұмсығымыздың астында 1-ші мектеп отыр. 2 тілде. 2000 бала оқып отыр. Орысша, қазақша. Бұның қазақшасына барсақ, өзінен өзі орысқа деме, қазақ сыныптарынан 5-6 сыныптай барса, 200 бала барса да әжептеу жеңілдік қой. 150 бала барса да. Бұған сіздер құлқысыз болдыңыздар. Сол сияқты 8-ші мектептің шашынан сүйреп шырылдатып жаңағы күшке салып алып келдіңіздер. Оның қазағына ғана тиісу керек еді. Міне мұнаның бәрі соның дәлелі. Мұнаны мен аспаннан алғам жоқ. Міне вообще новой школе больше нужно на той стороне. Иди к черту нам куличку, нам не нужна. Зачем нас пихают ты? Он говорит, здравствуйте, у нас внучка переходит в 4 класс в 8 школе. Мы убедительно просим нас оставить. Именно в 8 школе мы живем рядом. Нам очень неудобно будет ездить в новую школу. Мынаның біреусіне сендер көз қырларын салған жоқсыңдар. Зорлап тұрып, орыс класын көшіріп апардыңдар. Класымен. Сондай қызметті неге қазақ класына 2 мен 7-ге неге жасамадыңдар? Менің жаным күйетін сол. Басшы болып отыр. Мынаны қайда қоясың? Мына. Мен аспаннан алғам жоқ. Бұл түгел емес. Мына кәдімгі әлеуметтік желіден жазып алған қағаздар. Міне, кіріспей енді бөлме айналайын. Өнеге мына 345 бала барады дегенде мына шақырып алып тұрып міне ата-ана бәрі қол қояды. Қайтадан өзің жаңа ақталып отырсың. Ол ақталған емес, біз жағамызды ұстағанбыз, мына қойған сұрағын. Не деген сұмдық? Білім бөлімінің басшысы, бармаймыз өз мектебімізде қаламыз дегізіп, түгел өтініш жазып. Бүкіл көрініп кетті ғой. Бүкіл мұғалімдер көрініп кетті.
міне ұлтқа қарсы жұмыс істедің, ұлтқа қарсы жұмыс істедің. Сіздердің жеке ойларыңыз. Жеке ойым емес. Енді ары қарай, енді тыңда. Мына қарашы тұрмын ерде міне. Өзінің ұлы. Ассамблеяның мүшесі, облыстың құрметті азаматы қол қояды. Мына этномәдени бір Тоқтақұлов ұйғыр қол қояды, 650 ұйғыр бар. Түрік, 170 түрік бар, осы қала бойынша. Исмаилов қол қояды. Грек, этномәдени бәрі қол қояды. Мынаның бәрі көзге ілінген жоқ, нөл болды. Ешқандай қаралған жоқ. Әрі қарай мынау келеді де мына бүкіл маслихаттың отырысы өтеді, тұрақты комиссияның. Ол өзің қатысқан жоқсың, ләззатты жібердің. Жіберсем, аға, мен де адам баласымын. Жоқ, дұрыс қой. Жібер, кінәлап отқан жоқ қой, сен өзің қатысқан жіберген жоқсың. жоқпын. Ол баруға келді ғой енді мен. Сонда мына Тфасилий ұлты бөлек әріптесің, мектептің директоры Наталья Алексеевна, қазақша болсын, дау шығармаңдар. Біз кез келген ұлт өзі мемлекеттік оқытысы келді, оқытсын, қазақша болсын деді. Сонда ләззатқа неге жерге кіріп кетпейсіңдер деген мен. Мына жерде маслихаттың қатысты менен кәдімгі бас маман қол қойды. Мына протокол тұрыпты. Енді мына қараңдаршы айналайын. 22 құрметті азамат, бәрін бес саусағындай білесің. Құдықов, Байболов, Әлімов, Жұмаділов, мына жерде міне Солтанқұлова, облыстың құрметті азамат, Байкенов, Сихымбаева, Бұтабаева, Тазабеков, 22 азаматтың қолын жинау маған 1,5 ай уақытқа түсті. Әрқайсысы жеке. Сонда этномәдени бірлестіктің өкілдері, маслихаттың депутаттары, ауданның, облыстың құрметті азаматтары, оның бер жағында менің жинаған мына 889 өтінішім міне. Бұл өтініш күйді неге? Сендер түлкі баланға жоқ тыңда, мен сені тыңдадым ғой. Түлкі баланға салма айналайын. Жинас өтіп атқанда барсыздар ма? Мен бергізген жоқпын. Талонды мен талон аламадым, Гүлсара Тастанқызы мен отыр ғой. Қарлыға қандай қақың бар сен бергізбейді. Неге бергізбедің деп аузын біраз жақтырды ғой. А неге бергізбедің? Жоқ, жақтырды Гүлсара Тастанқызы. Сен бет мен осылай отырмын, мен дауласпайым. Гүлсара Тастанқызы отырмын енді. Жаңа ғана хатшы отыр әкімнің. Өзім тұрып бір атан айтты. Мен келіп талон сұрап едім, өтінішім бар, талон сұрап, талон бермеді. Неге бермейді? Оны мен уақытша мен бергізбеп едім дедім. Ол кезде сұрап айттым, ешкімге бергізген жоқпыз дедік ол кезде. Тек қана қазақ еместер бергізбейсің деді. Сен сөйтіп бергізбегендіктен сенің ағаң жинаған 889 өтініш тентіреп кетті. Енді мен кінәлі екенмін. Иә, тентіретіп жібердің бергізбей қолыңмен. Бірден бір қарсы болғанымен. Өзің видео жарияладың. Қазір бөлген жоқсың. Кеш ағат неге айтып отырғанды айтайыншы, себебін түсіндірейін аға. Себебін түсіндірейін. Аға, бір мен түсіндіре салайыншы сізге. Мен бағана тыңда... Жоқ, аға, бір минут тоқтаңызшы. Бәрін түсіндіріп. Аға, тоқтаңызшы бір минут. Аға, бір минут. Бағана мен бұл сұрақтың бәріне мен жауап беріп тастадым. Сен қайттан айналдырып, әкелгенде жауап өзгеріп кетпейді ғой. Сол үшін мен кішкене аға кішкене тездетіңізші деп отырғаным сол. Жоқ, жауап берген жоқсың. Мынаның бәрін құқын таптадың сен. Емес. 889 адамның құқын таптадың. Бір. Ал жарайды, жеке ойыңыз. Мына 345 баланың ата-ананың құқын таптадың. Сен арыңның алдында өзің кәдімгі ұятыңмен қара. Мына директорге де бәрі құқын таптадың. Мынаны айттың. Неге сүйеніп айттың? Барасың, дұрыс, директорды конкурспен қабылдаймын деген. Ал мұғалімнің бәрін конкурспен қабылдаймын деп не үшін айттың? Бүкіл мұғалімдер қарсы. Менен бір мұғалім сұрады. Сонда қалай деп едім, 9 енді конкурс деген, конкурс арқылы өткіземіз, бірақ барасыздар ғой деді. Міне. 100% менің балам, 100% мұғалім конкурспен. Сөйтіп болсының қазақша болуына тікелей сен қарсы тұрдың. Дұрыс емес. Қарсы тұрдың. Еске қосылмайды. Менен кейін 27 май күні тіркеліп тұрмын. Ал бұны енді не қып? Өзің видео жарияладың август айында қазақша болады деп. Тіркеуін тұрмын қазақша. Одан кейін барып ол неге 1 сентябрьда барып ол орысша аштыңда? Неге мына жан айқайы? Біздің айқайымыз оны тыңдамадыңдар қазақша болсын деген, ол мектепке бармаймыз деген орыс ата-аналардың айқайын тыңдамадың ғой. Сендер бәрін таптап тікіп қойсыңдар. Халықтың мүддесі, халықтың мұңы, халықтың үні деген көп дейін сендерге. Міне көріп тұрсың ғой міне. Мынаның бәрін қалай жоққа шығарасың? Мен құжатсыз сөйлесем, онда айтуға болады. Жала жауып отырсың деп. Ешқандай жұмыс істеген жоқсыңдар. Енді сені қайта айта беретін бірақ сөзім. Бірақ сөз емес, жаңа ой туындады. Жоқ, 3 ауысым. 3 ауысым екен рас. 3 ауысым кім? 3 ауысым екінші мектеп.
үш ауысымда, екінші мектеп үш ауысым, жетінші мектеп үш ауысымның алдында тұр. Осымен жұмыс жасаған жоқсыңдар. Үшінші мектепті қуыршақтай қылып тұрып, әдемілеп орыс мектебін ремонттап бердіңдер. Отыр, онда сыймайтын бала жоқ. 8-ші мектептің қазақтарын ғана көшіріңдерші деп айттық. Оны істеген жоқсыңдар. Оның орыстарын барып шырылдаттыңдар орыс мектебін. Онда 60-70% қазақтың балалары ғой, қаптап отқан орыс жоқ. Бүкіл Талғар ауданының қаласы бойынша, аудан емес, қаласы бойынша 10.562 оқушы бар. Соның сол кезде. Иә, сол кезде былтыр. Соның 2062 оқушысы орыс ұлты. Айналайын, 60-70% қазақ. А мектептің 4-ші мектеп орыс, 3-ші орыс, 5-ің аралас орыс, 1-ің аралас орыс, 6-ың аралас орыс, 8-ің аралас орыс. 6 мектебің орыс қой, орыс қазақ. 4-ақ мектеп қазақ. Бала сыймаған, сыймай жатыр қазақ мектебіне. А сендер үш ауысым дейсіңдер де, қазаққа келгенде жиен құлға шықпайды деп Сарақын айтпақшы, оған келді үндерін шығармай қойсыңдар. Міне ұлтқа қарсы жұмыс істеуді қалай әдемі жасадыңдар сендер. Ұлтқа қарсы жұмыс істедің. Халықтың қарға сен намыс қазақтың қас жауы екеніңді мойында. Мен пікірім солай. Өткен міне бейді. Аға, бұлай қойды. Мына қарайықшы, мынау не мынау? Қайда түрдей балаларымыз қайда? Түрдей балалар кеудесінен итеріп қабылдап сол бір баланы жарайды. Тұра тұр, құжат беру тоқталып тұр дейді. Бір ата-ана неме, бүкіл ата-ана бір ата-ана келеді, бұл әзір ашылмайды дедіңіз. Екінші ата-ана келеді, бұл аралас болады дедіңіз. Мына кісі айтсыншы, мен ата-ана. Не деді міне? Баста кезде талон берілмеді. Берілмеді. Кейін берілді. Қасыңызда қанша ата-ана? Аяғына дейін берілген жоқ талон. 5 бала бар. 5 бала. Жоқ, болсын ғой. Сізге не деп түсіндірді ол кезде? Талон берілмеді, артынан қайта барып келіп, қайта сұрадық, не үшін берілмейді деп. Не үшін берілмейді деп сұрадық, содан кейін бір айналып соғып берген шығар деп ойлаймын. қарап отырып, өйткені көп ата-ана өйтіп заңды құқықтарын біле бермейді. Бермей ма, жарайды, онда болды баста. Бұрып та кете береді. Жоқ, түсіндіріп айтқан шығар деп ойлаймын. Ана өтініштің бәрін ата-ана өз қолымен жазған. Әрине өз қолымен. Жоқ, ол есеп емес. Ол ән жерде жазу керек. Былай айтты. Бірнеше версия болып кетті ол кезде. Бір баспасын әлі ашылмайды деді. Ашылмайды деді. Екінші 90-нан кейін ашылды. Иә. Бір. Дұрыс қой. Өзің барсың онда. Ярдай. Сөйтіп не сосын әлі директор тағайындалмады деді ма бір нәрселермен. Самый главный екі тілде болады жоқ, ең бастысы жоқ, әлі ашылмайды. Екінші 90-нан кейін ашылады, сол кезде қарастырып, сол кезде қабылдаймыз деп ең несі сол болды. Біз баланы орналастыруымыз керек. Сөйтіп жинаған баланың бәрін Ердәулет деген жігітке айтты. Қай ауылдансың деді? Бригададан дедім, бригадаңа бар деді. Ол да білмейді ғой, то что не, қазір анда не жоқ қой, жоқ, мөлтек деген жоқ қазір. Қай жерге береді? Қай жерге береді десе, сол бригададан 2 мен 7-ге оқып отыр ғой қазір. Мен сұрағым бар еді, қазір білмейді, ағаға айта салайыншы. егер сұрақ қоя салайыншы, сіз айтпас үш ауысымды мектептерді азайту үшін біз саясатымыз солай болды, иә? Ал егер сіз онда кез келген оқушыларды қабылдай бересіз. Сіз нақты үш ауысымда қай мектеп оқып отыр, сол мектептің оқушыларын неге азайтпайсыз? Егер сондай болса. Дархан, мен бағана оның жауабын айтып кеттім. Үйтіп ата-ананы шектеуге қақым жоқ. Асып Ата-анаға төгілмек былай айтады. мен директор болсам, болмаса білім бөлім басар, айналайын. Мен қабылдауға мүмкіндігім жоқ. Ал, маған сен қайда барсаң онда бар. Бер ана мектепке деп айтып Нұраға, ондай миллион жағдай болды. Мысалға барады, мысалға дейік, бірінші мектептің қазақ сыныбына бала барды. Сыймай отыр бала. Маған директор айтады, сыймайды, орыс сыныбына келді, тағы сыймайды. Мен айтамын, мына 8-ші мектепке баршы қазақ сыныбына, 7-ші мектеп баршы қазақ сыныбына. Жоқ, мен тек қана 2-ші мектепке барамын. Басқа жаққа бармаймын. Дұрыс, ата-ананікі дұрыс. Содан кейін мен директорға звондаймын. 10 парта сыйған жерге 11-ші парта сыяды, қабылдашы. Ата-ананікі әрқашан дұрыс емес. Дұрыс. Бұл жерде ата-ананың құқығы. Енді сіздің жаңағы дүниелеріңізге, тізімдеріңізге байланысты. 8-ші мектепке мен құзырым ешқашан жүрген жоқ, жүрмейді. Мына басшыныкі де жүрмейді. Ол облыстық мектеп. Ол мектепті ауыстыруды мен қақым да жоқ. Мені аулақ жүр деп айтады, ондай сөз айтатын болсам. Ол мектеп, облыстық мектеп, бірақ та Талғардың территориясында орналасқан, өзіңіз білесіз. Қандай ауданда орналасқанын да білесіз. Енді оны да көзі жұмып қойып, жалғыз бір адамды қаралағанда ол мектеп қазақша болып кетпейді. Мен ол жерге апарып, бүкіл орысым туысқандарын жинап апарып қойған жоқпын. Менің тұқымымда орыс жоқ, басқа ұйғырда жоқ. Ал енді шығындағандағы мен шығындатқан жоқпын, олар мен қақым жоқ. Сіз аға, маған қарамайды,
аға деймін, ол мектеп бізге қарамайды, ол облыстық мектеп. Онда неге ол мектеп оқушыларын 25-ке алып барасыздар? Қарамаса Енді апарса бұл облысқа қарайды ғой, ол мектепті облысқа қарайды. Талғар ауданы да облысқа қарайды. Аударып жібердіңіздер. Мұғаліммен қалай аударып жібердіңіз? Аудардық себебі жаңа облыстық білім жоқ, аударғанда облыстық білім басқармасы приказ шығарады оның ауысуын. Оны мен шығармаймын, маған қатысы жоқ ол бұйрықтың. Мысалға облыстық білім басқармасы айтты, ана мектептен біз ол мектеп, өздеріңіз білесіздер ғой тарихын, тағы айтсам тағы уақыттарыңызды аламын. Ол гимназия. Ол жерде мамандандырылған мектеп. Бірінші сынып болмау керек, 1-4 сыныптар болмау керек. 5-тен жоғары қарай конкурс негізде қабылдану керек. Осы уақытқа дейін оқып келді. Ол жерде Мөлтек ауданының жұмысы жүрді. Мөлтек ауданы деген болмау керек бұрындары әлгі. Осы 2010 жылға дейін Мөлтек ауданы болған. Мөлтек ауданында жұмысын жасады. Мектеп алды аяқты да оқытты, бастауыштың бәрін оқытты. Себебі бала сыймайды. Бізде міне бар мәселе сол ғой, мектепке бала сыймайды. Сондықтан да ал енді сіздің жаңағы бір сұрақ емес, ұсыныс деп айтсам болады. Болары бол қоя осыңды. Бүкіл мықты адамдарда қол жинап отырған, соларымызды жинап жіберіп, пресс-конференция жасап, бүкіл ата-аналарға үндеу жасап, бүкіл әлеуметтік желіге салып, қазақтар, баланы қазақша оқыт демейсіз бе? Бір қарғаға шамаңыз жетеді екен сіздің. Қазаққа шамаңыз жетсе, мен сізге аға деп бетіңізден сүйетін едім. Жоқ, неге мен? Менің мәжбүрлеуге хақым жоқ. Сіз қоғамдық қана дүниесіз, сіз айта аласыз, а мен айта алмаймын аға. Түсінесіз ба? Сіз неге сөйтіп көмектеспедіңіз? Мен сізге, сіз маған Талдықорғанда мен жүресіз маған телефон соғып. Мен айттым, аға, қазақтың бәрін қазақша оқытып беріңізші дедім ғой. Қолыңызда тұр ғой дедім, айта аласыз. А менің айтуға хақым жоқ өйтіп. Сіздің хақыңыз болды ғой, әрбір мектептен, әрбір ата-анадан 25-ші мектепке бармайын дегізген сондай өтініш апай, оны мен түсіндіріп жібердім бағана. Облыстың білім басқармасы айтты. Ата-аналар естімепті ол мектепке қазақша қабылданатын деп. Осының жеке пікіріңіз ақ. Осының жеке пікіріңіз. Жаңа Стефанский айтайын. Мына кісілер әлеуметтік желіге салып тұрып, міне мен бармаймын, өз мектебімде қаламын дегізгенде біз жағамыз ұстадық қой. Оның мақсатын мен түсіндірдім. Ол ешқандай заң бұзушылық жоқ. Қандай мақсат болу керек? Ол бүкіл елді хабардар ету мақсатында. Сіздің тәрбиеңіз бүкіл Аралас мектепке бармаймыз деді. Қарсымыз ол сөйтіп айтты 9-шы мектептің оқушылары. Иә. Аралас мектепке біз баруға қарсымыз деді. Және тұр қазақ мектебі болған жағдайда деп жазды. Оны да не үшін жібердік ол хабарламаны да. Қазақ сыныбына көп қаптап кетсе, орыс сыныптарын реттеп бірінші мектепке ыңғайлы орыс білім басқармасы айтты. Солай хабарлама жіберді, 25-ші мектепке қазақ сыныптарына бала саны көбейсе өтініш. Бірінші мектепке бүкіл орысты жинақтай қойыңдар деп. Сөйтіп еді, оны да жаза бастады, неге бүйтеді деп. Сіздер былай істеп отырсыздар ғой, әр 10-ға дейтін дұрыс оймен істеген бәрі бұрмалап отырса өз пайдаларыңызға. Мен короче 20 мектепке барынша, аға, мен 20 мектепке барып, оқушылардың сұхбат алған мен жаңа менде жүр. Жарайды, айта беріңіз, не жай. Сол жерде оқушылар айтты, қазақ тілі болсын қалаймыз деді. Біраз оқушылар айтты, қазақ тілін қалаймыз, 20 мектеп қазақ тілін болсын қалаймыз деді. Ана жерде бір 30 шақты балалар тұрды. Қазақ тілін болған қалай, бірақ олар басқа мектепте оқиды екен. Қазір оқып жатыр ма жерде? Мен оқушылар өзіне бір былай қараңызшы, 30 бала ауа райын жасамайды, ол 1200 орындық мектеп. Егер жаңа Камнұр ағаның көбегі шынайы тиіп, жаңа 917 бала берсе, орыс мектебі ешкімнің баса ұрмас еді ғой, айтатын едік. 917 бала отырма, болды ана, бірге бар, орын босат деп айтатын едік. Қазақ сыныптарын көбейту үшін сіз не істедіңіз? Камнұр ағаның мен басқа айтып тастадым да. Мен 7-ші мектепке 2-ші басында былай істедім, маған директорға айттым. Менің куәм бар, директор. Мен қала мектептерінің, қазақ мектептерін айттым. Аралас мектептерге айттым. Орыс сыныптарын айтпаңдар. Тек қана қазақ сыныптарынан бала жинаңдар. 8-ге айттыңыз ба? 8-ге айттыңыз ба? Бүкіл қала мектептеріне хабарлам. Ол 8 енді қалардың мектебі ғой. Сөйтіп едім, директорлар, а неге үйтіп жатырсыз дейді. Мен айттым, қазаққа бала жинау керек дедім. Егер толса да мектеп, тек қана қазақ жасайық дедім. Сөйтіп едім, 7 жоқ деді, 2, 17 бала деді. Сөйтіп қана санын берді маған. Енді ол бармағанына да не тоқтатыңыз. Осы жерден тоқтатыңыз. Мен өзім 2-ші мектептен тізім алып келдім, ана мелиораторда тұратын 2-ші мектепке баратын оқушылардың. Сөйтіп әрқайсының үйіне Маншук деген апай бар осы жерде. Екеуміз ана 5-ші мектепке, 5-ші этажға көтеріліп қайта түсіп, сол жерде пәленбай уақыт жұмыс істедік. Сондай 54 бала, ол тізім бар, мен әкеліп көрсете аламын. 2-ші мектептен 54 бала барамыз деді. Неге бармады? Өйткені ол аралас болатын болмай бармады, болды. 54 бала. Олар анасы заявление жазып берді.
өз қолыменен балалар емес ата ана. Қазақ бірден жарайды 1200 болмай ақ қойсын, жарайды ағайдың тізбеде болмай ақ қойсын, жоқ дегенде 708 бала өз жинақтаса, ешкім оны орысша қосып басымызды ауыртпас еді ғой, бізге автоматически, әне орын болса да бар ана мектепке деп айтатын еді ғой. Маған керек те ол әңгіменің. 8-ші мектептің ықпалымен бұл аралас мектеп болып кетті, оны мойындау. Оның ықпалы емес, жалғыз ол емес. Оған дейін сіздер 9-ші мектепте жиналыс өткізген кезде, сол кезде Манура айтты ма, соны шақырып қазіргі уақытта қанша бала деп еді, 400 ба 500, 400-дің шамасында қазақ, 80-90, 100-ге жетеді деді орыс балалар. Bir haftadan кейін 8-ші мектеп бастайды, бізді неге өсіруге бар күштерін салдыңдар ғой? Ешқандай ешкімге күш салған жоқ. Салдыңыздар. Жоқ, сіздердің жеке ойларыңыз. Сосын уже жаңағы 8-ші мектептен үйді бастауыш сыныптарының отырғызған кейін болды, оқушысымен, мұғаліммен болды. Облыстық мектепке жарайды жүрді. 4-ші классқа дейін болмасын алып тастап, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші класста неге әкелесіздер классымен? Сол ғой, ана орыстың санын көбейту керек болды да орысты. Сөйтіп зорлап тұр. Мына солдағы жан айқайы мына әлеуметтік желіде жүрген. Көпе-көрді соған жұмыс жасадыңдар ғой сендер. Аға, әлгі қарға өшін немен дейді? Тырна өшін қарғадың алды дей ма? Сіз алыңызда гранит тауып алдыңыз ғой қазақшалағында. Кешіріңіздер, бір сөз артық. Орысша қосып қойсам. Бірақ енді аға сіз шынайы сөйлеп аға, сіз қоғамдық белсендісіз. Шынай тура мағынада. Қазір бар өтірік белсенділер. Телефон ұстап алады да өтірік белсенді. Сіз шынайсыз. Мектеп директор болғаннан 10 жылдан бері жақсы білемін. Қазақтың қоғамы деп ойбай деп бейінді отырғызып қойып тастаған адамсыз, дұрыс па? Ал енді соған бәріне құзырың жеткенде бүкіл ата-анаға пресс-конференция ұйымдастыру миыңызға келмеді ма? Артқа айтсам кешірім сұраймын. Сіз қараңыз, құр тізім жинап, ол пассивный жұмыс қой. Сіз сол кезде бүкіл ана жаңа белсенділерді жинап, қыздар, давайте мына қарға кел, мінекей ұйымдастырамыз. Ата-аналарымыз давай, неге қосайық ана пресс-конференция сияқты, оны неден қосайық, сіздің газетіңізді ол оқиды ба, оқымайды, оны мен ғана оқимын. Жоқ, пресс-конференция деген мен, пресс-конференция кімдер мен? Сол әсер етті маған. Көзбе-көзге жетпейді ғой ол. Мына тыңдасаңыз, мен пресс-конференция, мен қандай адамдар? Көзбе-көзге бүкіл қазақ зиялыларын жинап пресс-конференция өткіздім. Егер де қазақша ашылмаса Талғар ауданының несі әкім орнынан кетсін деп тұрып жазғанда, әкімді мен арашылап қалдым. Менің мақсатым әкімді кетіру емес, менің мақсатым қазақша мектеп ашуды тоқтатып қойдым мен. Содан кейін әкім мына өліп қалған жоқ, әкім отыр Бейсенбек Мұқит. Әкім шақырып алып, айт камераңа, даурықпасын, болдық, мектеп қазақша ашылатын болды деді. Мен ұстап қойыңыз, рахмет әкім. Мынадан кейін әкім қазақша ашады деді. Екінші соң Байжұманов келіп, мына неге референдумға байланысты. Аға, міне менің телефоным, болды аға, жарайсыз, молодец. Болды, уайымдамыз қазақша болады. Есінші өзіңіз звондайсыз, мен деді. Облыс әкімнің орынбасары идеология. Ол кісі де бәрі біліп отыр ғой. Үшінші, өзің август айында жаңағы видео жарияладың. Бұл қазақша болады, мен 900 балаға жетті. Сіздің тізімге негіздедім деп айтты. Ол тізім жай тізім емес, оның бәрі өтініш болатын. Мен сол үшін ғой сенгенім сол. Бармап тұрып қойып бердім ғой. Оған дейін оның бәрін талон бермей, бәрін ойдағысын ойға шығардыңдар. Шынайы болғаннан кейін басынан соңына дейін шынайы болайықшы. Сіз ер азаматсыз ғой. Апай, сіз өзіңіздің әскерлеріңізді отырғызыңыз ба осы списоктармен? Жоқ, отырғызған жоқ. Мен жеке өзім айналыстым ол кезде. Айттым, жіберіңіздер, почтаға жіберіңіздер, тізімді. Былай болды ғой, Самат дедіңіз ба? Екінші мектеп бала жоқ деді, ауысқысы келмейді ешкімде. Директор назымадан мүмкін емес деді. Мен айттым, мүмкін емес, тоқтаңызшы апай. Мен айттым, мүмкін емес дедім. Сіз класстармен дұрыстап жұмыс жасаңыз, өйткені сонау жақтан келіп оқитын балалар бар ғой. Деп едім, ауысқысы келмейді, мен оларды мәжбүрлемеймін ғой енді деді. 7-ші мектепке айтып едім, сіз ренжімеңіз, 7 бала деді тізімде. 7 бала тізімін жібердім почтаға деді. Мен енді бар, кімді мәжбүрлеймін. 6-ші мектепке бір жолдас баламен бірге бардық. 2 ма 3 баласын документін алып. Бәріміз шырылдап олдап өзі сол жақта тұрады. Кезінде автобазада тұрған квартирада үйін салып бітті, сол жаққа көшті. Мектептің мәселесі басталды. Сол кезде жүрдіп, бірге бардық, бірге барып машинада күтіп отқан, бір кезде шығарып жатыр. Ой, әрең бе мынаған? Не болды десем, директор хотя бы 5 сентябрьді алып кетші деп. Неге десем, білмеймін. Бүкіл қарға өзінен бастап, бастарынан бақай шақтарына дейін
қазақ мектебіне қарсы жұмыс істедіңдер. Олай емес. Мен соны бетің айтайын деп отырмын. Сіз айттыңыз, мен келіспеуге құқым бар. Ол апа Өйткені әркім өз Сол ойында кезде мағлұмада өзіңде бәрін осыған жұмыс істеді. Өйткені жинап берген адамға ие болмай бәрін қайтарып жібердіңдер. Неге сол тірідей келмей ме сол апай? Тірідей келсе табан бермесе жалындар ма? 8-17 адам деп тізіліп тұрған жоқ қой ана жерге. келген адам Оның ішінде мен қазір енді ақыры аузымды қышыттыңыз, артық айтсам кешірім сұрайын. 1-2 ата-ана хабарласты. Мен балам дейді 11 сыныпта оқиды дейді. Мен неге дейді 20 қазақстан баласы. Неге мен ауысуым керек? Сыртымнан өтініш жазып жіберіпті. Келіңізші, кездестірейінші деп едім. Жоқ, бармайын, бәлесінен аулақ деді. 11 класстың баласынан қарап қалған жоқ ша 25. Жоқ, мысалға сондай жағдайлар болды. Енді мынандай мәселеге мысалға қараңыз. Қазір екінші өзіңіз айтпақшы бір бала погода деп білейін. Қаулысы қазақ тілінде. Иә. Сол жерге біреу келіп менің баламды алсаң да алмайсың, алсаң да алмасаң да қазақ классын, орыс классын аш, менің немді қабылда. Ашпайды. Енді заңсыз. Ол таза қазақ мектебі өйткені. Ол жаңадан ашылып жатқан мектеп, жаңадан ашылған кезде ол баланың келуіне қарай қабылдайды, ол жаңа мектеп. Ал жұмыста жасап шыққан мектептерді аяқ асты тілін ауыстырмайды. Ол бір керемет жағдай болып, бүкіл бір сыныпта көшіп кеткен жағдайда ғана. Ол ауыспайды ғой. Қазақтың қара шаңырағы Талғар қаласында ол екінші мектеп. Ол қайтсең де ауыспайды тіл. Өйткені тек қана қазақша оқиды. Қараңыз, қазір қаулысы ауыспады. Әлі де қабылдай беруіне рұқсат бар. Заң бойынша. Заң бойынша. Балалар жыл 12 ай қабылдана береді. Жоқ, түсініп отырмын. Қазір мысалға заң бойынша қаулысы қазақша болып тұр. Иә. Олар қабылдай беру заңды ма, заңсыз ба? О жерге жаңа мектеп айтып отырмын ғой сізге. Жаңа мектеп. Болады. Қайтадан тіркеуден өткізуге болады. Жоқ, мынау жаңа мектеп. Мына сұрағын түсінген жоқсың. Мына сұрағы былай, Абсаматтың. Мынау жаңа мектеп, қазақша жарғысы бар. Енді заңсыз екі тілде қылып ашып қойдық. Енді қазақша жарғысы бола тұрып, қазір орыс мектебіне берсеңіз қабылдай бере ме деп сұрап отыр. Өйткені құжаттар мені білетінім, сол кездегі заңгер неге апарып өткізген. Орыс сыныбында балалар қабылдана бастаған кезде уже бүкіл ата-ана қалай ол қабылдайды? Жарғысы қазақ тілінде ғой. Тыңдаңызшы. Қабылдана бастаған кезде Еңбекші Қазақ ауданында ғой Есік қаласына тіркеуге апарды. Сол кезде бірден өтіп кететін еді тіркеуден. Бір кедергі болды. Мектептің архитектурада мектептің жерінен бір шикілік шықты да, бір құжаты дұрыс болмай. Соған байланысты тоқтап қалған. Әйтпесе тура сол кезде ол қазақ орыс болып тіркеліп кететін еді. Архитектураға байланысты. Неге оқушы келіп жатса, неге бұл қазақ мектебінде жарғысы қазақ тілінде қабылдайды? Өйткені қараңызшы, Талғар ауданы үлкен аудан, тағы қайталап айтайын. Мектептерде бала аузы мұрнынан төгіліп отыр. Сол 200 баланы бетіне қарап отырмай. Тек қана аралас орыс мектептерін ғана айтып жатсыз. Қазақ мектептерін мүлде айтып жатқан жоқсыз. Мен бәрін айтып жатырмын. Мен қазақтың жетіні де айттым, жетіні де айттым. Төлқұжатты паспорт екі тілде деп жасап қойғандар кейін сол неме қазақша үшін деген. Стенд ол құжат емес қой. Жоқ, стенд тұр ғой екі тілде. Сіз ол жерде бүкіл жерде дәлелдеп кеттіңіз ғой. Сіз сол стенд, аға, артық айтсам ренжімеңіз, мен өзім жалпы әлгі біздің семьяда білмеймін, принципе матриархат, мен семьямда патриархат, мен әкемнен артық арсып сөйлемеген. Сіз жаңағы өзіңіз ренжімеңіз, осындай іс-қимылдан қазір сізге артық сөз айтуға мәжбүр болып отырмын, бірақ енді мен үшін жат дүние ол. Ренжімеңіз артық айтсам. Мен әкем көрсе де әзір айтатын, неге не деп сөйлеп отырсың ер азаматқа деп. Бірақ та аға, сіз жаңағы жұмысты есті үйретуден аулақпын. Сізді сақалыңызды сапситып ақыл үйретсем, маған ұят енді әйел адамға төмен етекті. Бірақ енді аға, сіз жаңа жұмысыңызды басқа да бағытта өзіңіз миыңыз деген бәріне жетеді. Тура соны аға алып, сол кездегі статистикаға жүгініп айтып отырған мәлімет ол емес. Уәде емес. Ол уәде емес. Болды, короче. Не шешілді мәселе, соны айтыңыздаршы. Қазақ бола ма? Мәселе мен шешуші емес, құзырымда ештеңе жоқ. Сіздің құзырыңызда не бар? Сіздің құзырыңызда не бар қазір? Құзырымда ештеңе жоқ, мен ешкім емеспін. Мен сол кездегі білетін дүниені ғана айттым. Ал бұдан былай ғана кірісуге де қақым жоқ. Болды. Егер орыс сыныптар түгел көшіп кеттік ал деп босатып кетсе, түгел қазақша ашып жіберсе, керемет болады. Оған сіз өзіңіздің қандай әсер? Ол балалар үшін келсесіз ғой. Қазақ тілін балалар үшін. Мен өз балалар айтып отыр, өз балаларымды ауыстырмақшы болғам. Күшті мектеп, қазақ мектебі ашылады. Барасың ба дедім, қазақ сыныптарын. Марина, сосын жанындағыларды танымаймын, Романов деген танисыз ба? Танымаймын. Тану керек. Мен Маринаны ғана, ол Маринаны кім білмейді, бүкіл мысық күшті. Бір таңғалғаным,
как раз сіздерге не алдыңыздар ғой интервью алған кезде ақырын интервью алып тұрған кезде жаңағыдай осы мен сол мектепке балалармен біреу шығар деп мен оған талқылап түсіндіріп отырмын. Ол айтады, а чего вы этот, как бы, почему русские не должны здесь учиться? Я говорю, дело не в русских. Дело здесь касается именно казахов, которые сейчас здесь права ущемлены казахов. Школу изначально зарегистрировали на казахском. Казахи пришли, а тут раз 4 женщины просто пришли, шум подняли из-за этого. Почему наши дети должны учиться в смешанных школах? Вас никто не ущемляет, у вас Талғайда 2-3 школы русские разрешили. Дұрыс па? Сөйтіп айтты. Тура мен орысша естіп айттым. Все деді да, ол барды да машинесіне отыра қойды. Үстіне болыпты, үндемеді. Сонымен бір кезде Манура апай келді, анау бүйтіп не ал машинесінен де түскен жоқ. Манура апай кретамен жүреді даже, вот шатыспаймен, Hyundai немен. Келді, тоқтай салды да, анан машинесінен келді. Bir нәрсе деді да, все мектепке кіріп берді. Сосын мен оны танымаймын ғой. Жақында кімнің фейсбугында отырсам, возможно, вы знакомый деп кім шыға қалды? Марина. Маринаның нелерін қарап отырсам, ішінде жаңағы кім бар, Романов бар, басқасы бар, Марина бар, басқа бір делегациямен мектептің ішінде комиссия болып жүр. Ол қашан? Сіздің кезіңізде? Жоқ, ол где-то сол. Сіз ноябрьда кеттіңіз ба, қашан кеттіңіз? Сентябрьда. Ноябрьде кеттім. Октябрьдегі алдындағы ма? Мен қыркүйек айында мен давлениемен құлап жеңдеріп жаттым. Октябрь, ноябрь еще қар түспей қойды. Сол кезде не етіп жаңағы Марина мынандай пост жариялап қойыпты. Енді жаңадан ашылған мектеп, конечно, недоработкалар болады. Газонын ендігі жылы қайттан егіп береміз деп айтты, ағаштарын жаңартып береміз деп айтты, анау деп. И соның ішінде жаңағы Романов жүр. Сөйтсем баласы оқымайды екен, оның ешкімі жоқ. Ол онда не қылып жүр? Солар ықпал тигізбейді. Танымайды. Мен ол кісіні көрген емес. Мынаны мойындайсыз, тағы мойындаймын демейсіз. Клара Хасанованы білесіз ғой? Соған телефон соғып, Клара тәте, сіз өте ықпалды адамсыз, беделіңіз бар, мына Камнұр ағам деген бәле болды, мынандай қазақша жаса дейді. Бұл деген үш ауысымды мектепті жаңағы нету үшін, жеңілдету үшін біз 2 тілде жасайды деп, сіз соған постты жазыңызшы, пікір беріңізші, аралас болсын дедіңіз, сонымен өріп қылған жоқ. Оны былай деп айтты. Міне Клара Хасанова. Телефон соққаны бар. Клара Нұрмұхановна, ертеңгі күні әңгіме болып жүрмесін, мен ескертіп қояйын. Мына жақта қазақша деп жатыр, бірақ та бұл мектеп салынғаны 3 ауысымды жою мақсатында. Сондықтан да жаңағы орыс сыныптағы тура өзіміздің қазақтар, турист деп айттым ол кісіге де, өзіміздің қаракөз қазақтар отыр. Ол балалардың қандай кінәсі бар? Балалар орыс жоқ, балалардың ата-аналары орыс оқытқанына. Ана балалардың құқығын таптамайды. Егер сондай қажеттілік болса, сіз қолдау көрсетесіз деді. Одан қандай заңбұзушылық бар? Тура сол балалардың құқығы баяғы. Ой, бұл қаланы Алматының болу керек емес па? Фамилиясын білмеймін, қазір айтамын. Мен қазір сізге айтамын. Роман. Ой, міне. Андрей. Ол кісіні мен бір рет не туралы сұрады. Бір рет көргем, бірінші мектептің балаларын неге ерте таратпайды бірдеңе деп сұраған. Содан білемін. Мына мектеп бойынша білмеймін. Прям мен еще таңқалдым, бұл кім деп. Тоқтаңыз, бір рет бұл 25-ке келді, неменеге келді. Су алды ғой, бір жоғары жақтан су алды. Сол кезде мектептің жағдайын көрейін деп едім деп келді. Бірақ балалар оқиды, оқымайды білмейді. Бірақ Алматыда Жақсы. Қазір не ғой? Қалай болса да мұсылманбыз бәріміз. Ораза айында ешқандай айқай-шусыз. Амин, баршаңызға қабыл етсін. Бұл мәселе былай. Қазір жауап берілмесе, қияметте жауап беріледі. Біз ол ешқайда кетпейді, ешкім еш нәрсеге қашып кете алмайды. Біз қазір шындық айтуымыз мүмкін. өтірік айтсам, жүзге дұрыс емес. Сіз айтсаңыз, жүзге дұрыс емес. Ол әркім өзі жаза шығармайды. Арман толы